Анихомикоз дегеніміз не? Бұл аурулар біздің ағзамызға несімен қауіпті? Анихомикозбен күресуде қандай әдістер тиімдірек және оны үйде қалай емдеуге болады? Барлық осы сұрақтарға жауаптарды білгіңіз келсе, бейнені соңына дейін қараңыз. Анихомикоз дегеніміз не? Анихомикоз бұл тырнақ ауруы. Халық арасында ауруды тырнақ грибогы деп атайды. Ол патогендік саңырау құлақтардан туындайды. Анихомикоз кезінде бір немесе бірнеше тырнақ қабықтары зардап шегуі мүмкін. Егер тырнақ грибокпен зақымдалса, тырнақ қабықтары қалыңдап, деформациялану және қисаюы мүмкін. Көбінесе бұл аяқ киім киген кезде күшейеді, ауырсыну сезімдері пайда болады. Сонымен қатар бармақ аймағында қышу мен жану сезімі пайда болады. Патология ошағынан шыққан жағымсыз иістің пайда болуы мүмкін. Сыртқы жағынан қарағанда тырнақ пластинасының өзгерістері байқалады. Ол қалыңдайды, түсі мен құрылымы өзгереді. Кейбір созылмалы аурулардың болуы, мысалы қант диабеті, анихомикоздың дамуына ықпал етуі мүмкін. Сіз бұл ауруды қоғамдық орындарда, бассейндерде, душта және спорт залдарында, ванналар мен сауналарда, яғни көптеген адамдар жалаң аяқ жүретін жерлерде жұқтыруыңыз мүмкін. Сонымен қатар иесі жоқ аяқ киімді киген кезде анихомикозды жұқтыруға болады. Мысалы қонақтағы және боулингтегі аяқ киімдер. Сонымен қатар конькиді жалға алу және тағы басқалар. Анихомикоз несімен қауіпті? Тырнақ грибогын емдеуді аурудың алғашқы белгілерінен бастаған дұрыс. Бірақ көбіне адамдар мұндай проблемамен дерматологқа сирек барады. Егер келесі белгілер байқалса, дерматологқа барған өте маңызды. Деформацияланған, қалыңдатылған немесе жұқарған тырнақтар, тырнақтың сынуы, қабыршықтануы, тырнақтың түсі сұр, сары, қоңыр, кейде жасыл немесе қара болып өзгеруі, әрине өткір және жағымсыз иістің пайда болуы. Анихомикоздың дамыған түрі иммунитеттің төмендеуіне және микоталық экземаның дамуына да әкеліп жатады. Тырнақ грибогын емдейтін тиімді әдістер. Егер сіз грибок инфекциясының белгілерін тапсаңыз, онда сіз дәлелденген халықтық емдеу әдістерін қолдана отырып емдеуді бастауыңыз керек. Олардың табиғи құрамы мен жақсы емдік әсері бар. Оларды кешенді терапияда басқа өнімдермен бірге қолданған дұрыс. Бірінші, дегтяр сабыны немесе қайың шайыры бар ванналар. Дегтяр сабыны мен қайың шайыры тері ауруларымен, соның ішінде грибок инфекцияларымен күресудің ең тиімді құралы болып саналады. Дегтяр сабындарын үнемі қолдану өңделген аймақтың қанмен қамтамасыз етуін жақсартады. Бұл жасушалардың жергілікті қалпына келуін тұрақтандырады, ауырсынуды жеңілдетеді және тырнақ пластинасының тез өсуіне ықпал етеді. Ол сондай-ақ теріні құрғатады. Қабыну ошағынан тыс грибок инфекциясының көбеюіне жол бермейді. Бұл дертпен тиімді күресу үшін аяқ ванналарын дегтяр сабынымен қабылдау ұсынылады. Бұл процедура зардап шеккен тырнақ пластиналарын жұмсартады. Оларды әрі қарай дәрі-дәрмекке дайындайды. Рецепт: 2 ас қасық таза қайың шайыры немесе ұсақталған дегтяр сабыны 2 литр суда ертіледі. Ауыратын аяқ қолдарды ваннаға 20 минутқа батырыңыз. Процедурадан кейін аяқтың терісін сүлгімен кептіру керек. Содан кейін тимур пастасын қолдануға болады. Бұндай емді ауру толығымен жазылғанша дейін күнделікті қайталау керек. Екінші, кір сабын ванналары. Кір сабынның ұсақталған бөліктерін 1 литр ыстық суда ерітіп, қоспаны араластырып ыдысқа құйыңыз. Ішіне аяқтарыңызды салып 15-20 минут ұстаңыз. Сонымен қатар грибоктан және жағымсыз иістен құтылу үшін күн сайын аяқтарыңызды салқын сумен және кір сабынмен жууға болады. Процедурадан кейін зақымдалған тырнақпен оның айналасындағы теріні йодтың спирттік ерітіндісімен қосымша емдеу керек. Бұл процедура бірнеше апта бойы жүргізілу керек. Үшінші, марганцовка жақпалары. Калий перманганатының әлсіз қызғылт ерітіндісінің 1 стаканына 5 тамшы лимон шырынын қосыңыз. Мақта матасын сулаңыз. Ауыратын тырнаққа күніне 2 рет 15 минуттан басып қойыңыз. Төртінші, эфир майлары бар ванналар. Розмарин, лаванда, иланг-ланг сияқты әртүрлі эфир майлары аяқтар мен тырнақтардың грибогы инфекциясын жеңуге көмектеседі. Бірінші рецепт:
Аяғыңызды жақсылап жуыңыз, содан кейін легенді 3 литр жылы сумен толтырыңыз. Және оған 10 тамшы эфир майын қосыңыз. Аяғыңызды ваннаға 20 минутқа батырыңыз. Содан кейін жылы шұлық киіңіз, немесе аяғыңызды жылы сүлгімен 15 минутқа ораңыз. Екінші рецепт. Бір ас қасық сумен эфир майын 30 градусқа дейін қыздырыңыз. Оны мақта жастықшасына толық құйып, проблемалы жерлерге жағыңыз. 1 сағаттан кейін жұмсартылған теріні немесе зардап шеккен тырнақ пластиналарын тазалап алуға болады. 5. Прополис пен компресс. Прополистің бір бөлігін үккіштен өткізіңіз, су моншасында ерітіңіз. Ащы жылы қоспаны науқастың аяғына жағыңыз. Аппликацияны дәкемен бекітіңіз. Мақталы шұлық киіңіз. Өнімді жарты сағат ұстаңыз. Процедура күніне 2 рет жасалады, таңертең және кешке. 6. Теңіз тұзынан ванналар. Анихомикоз қоздырғыштары үшін қолайсыз. Тұзды орта құру арқылы грибокты жоюға көмектеседі. Аяқ қолдардың қан айналымын жақсартады. Аяқтардағы ұсақ жараларды емдеуге және тырнақ тақталарын нығайтуға көмектеседі. Рецепт. Аяғыңызды жақсылап жуып алыңыз. Содан кейін ыдысты 2 литр ыстық сумен толтырып, оған 2 ас қасық тұз қосыңыз. Аяғыңызды ваннаға 15 минутқа батырыңыз. Содан кейін жылы шұлық киіп ұйықтауға жатыңыз. 7. Сірке суы бар ванналар. Емдеу үшін кәдімгі сірке суын немесе алма сірке суын да қолдануға болады. Температураны ыңғайлы ету үшін 2 литр суды қыздырыңыз. Содан кейін 200 мл сірке суын қосыңыз. Аяқтарыңызды алынған қоспаға батырыңыз және 15 минут ұстаңыз. Мұндай аяқ ваннасын күніне 3 рет жасауға болады. Процедурадан кейін сіз аяғыңызды мұқият сүртіп, таза шұлық киюіңіз керек. 8. Сірке суы мен жұмыртқа. Сірке суы мен тауық жұмыртқасының қоспасы қысқа уақыт ішінде грибоктан арылуға көмектесетін күшті құрал болып табылады. Нәтижесінде тіндердің жазылуына және де тырнақтың зақымдалған аймағын жұмсартуға көмектесетін керемет жақпа пайда болады. Ол үшін шикі тауық жұмыртқасын сірке суы бар стаканға салу керек. Содан кейін оны қараңғы жерге қойып, сыртқы қабығы ерігенше дейін ұстаңыз. Содан кейін бәрі мұқият араластыру керек. Ал тырнақтарды алдын ала бумен жібітіңіз. Содан кейін жақпаны жағыңыз. Жылы әсер беру үшін целлофан киіңіз және жақпаны 1 сағат ұстаңыз. Артынан зардап шеккен тырнақтарды барынша алып тастау керек. 9. Чистотел компрессы. Өсімдіктің жапырақтарын блендермен ұнтақтаңыз. Сүзгіде сығыңыз. Алынған эликсирде мақта тампонының бөліктерін сулаңыз. Пинцет көмегімен материалды зақымдалған тырнақтарға жағыңыз. Саусақтарыңызды полиэтиленнің кішкене бөліктерімен ораңыз. Таңғышпен бекітіңіз. Осылайша компрессті түні бойы ұстаңыз. Алып тастағаннан кейін тырнақтарды антисептикалық лаванда лосьонымен өңдеңіз. 10. Йод. Йод тырнақ пластиналарын дезинфекциялайды. Патогендік микрофлораға теріс әсер етеді. Йод таза түрінде тырнақ пластиналарына қолданылады. Немесе аяқ ванналарына бірнеше тамшы қосылады. Бірақ естеріңізде болсын, бұны сақтықпен қолдану керек. Ол аллергия тудыру мүмкін және терінің күйіп қалуын да тудыру мүмкін. 11. Нашатыр. 1 шай қасық нашатырды 1 стакан суда сұйылту керек. Оны зақымдалған саусақтың үстіне орап, сыртына полиэтилен пакетін жауып қойыңыз. 20 минут ұстаңыз. Бұл процедураны 5 күннен кейін қайталауға болады. 12. Бор қышқылы. Бұл тырнақ пластиналарының қалындап кеткен қабатын және грибокты жояды. Инфекциядан зардап шеккен аймақтарды емдеу үшін сұйылтылған түрде қолданылады. Бұл процедура күн сайын грибок инфекциясы толығымен жойылғанға дейін жүргізілу керек. 13. Сарымсақ. Сарымсақ бұл аурумен тиімді күресуге көмектеседі, тіпті асқынған жағдайда да. Алдымен сарымсақтың бір басынан шырынды сығып алу керек. Содан кейін оған бірдей мөлшерде тазартылған сумен спирт қосыңыз. Суды ысытыңыз. Оған 1 ас қасық үгітілген дегтер сабынын және 2 ас қасық сода қосыңыз. Процедураны бастамас бұрын аяғыңызды 10-15 минут ішінде булап жібітіңіз, кейін құрғатып сүртіңіз. Сосын дайын қоспамен зардап шеккен тырнақ пластинасын және терінің аймақтарын емдеңіз. 14. Куркума негізіндегі крем. 20 мл кастор майымен 20 грамм куркума ұнтағын алыңыз. Ингредиенттерді араластырыңыз және алынған қоспаны бөлме температурасында 30 минут тұндырыңыз. Содан кейін қоспаны тоңазытқышқа салу керек.
Процедураны бастамас бұрын зардап шеккен тырнақ пластиналарын бумен жібіту керек. Ол үшін ваннаға ас содасын немесе кір сабын қосу керек. Бумен жібіткеннен кейін артық зардап шеккен тырнақтарды алып тастаңыз. Содан кейін куркума негізіндегі дайын кремді зақымдалған тырнақ пластиналарына және терінің аймақтарына жағыңыз. Полиэтилен пленкасымен орап компрессті 2-3 сағатқа қалдырыңыз. Компрессті алып тастағаннан кейін аяқ қолды жылы сумен шаю керек. Процедура аптасына 3 рет жасалады. 15. Сутегі пероксиді бар ванналар. 3 литр жылы суға 9 ас қасық сутегі пероксидін қосыңыз. Аяқтарды ерітіндіге 5 минутқа батырыңыз. Содан кейін тырнақ тақталарын құрғатыңыз және фунгицидті креммен немесе лосьонмен өңдеңіз. Құрметті көрермендер, бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнамызға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.